Сәлем достар, біз бүгін ореховый пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 150 грамм сары майымыз, үй температурасында тұрған ұнмен араластырып ұсақтап аламыз. Осындай ұсақ болу керек. 10 грамм қопсытқышымыз қосамыз, және де 60 грамм шекеріміз қосып араластырамыз. 2 жұмыртқамызды қосып, өте жұмсақ тесто дайындаймыз. Аздап қолға жабысады, бірақ артық ұн қоспаймыз. Дайын болған тестамызды полиэтилен пакетке салып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Менікі 1,5 сағат бойына тұрды тоңазытқышта. Енді формамызды алып, пергамент төсеп жаятын боламыз. Енді 22 диаметрлік форма жасап отырмын. Аздап ұн қосамыз, себебі қолға жабысады. Қолдың көмегімен шет-шетін көтеріп, біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге грек жаңғағы 300 грамм. Өз қалауларыңызбен орех қойсаңыздар да болады, грек жаңғағын қоссаңыздар да болады. Блендердің көмегімен ұсақтап аламыз. Өте ұсақ болу керек. Бұл пирог маған баклава пирогы деп айтсам да болады. Соны ұнайды. Холодильникте тұрған 3 жұмыртқаның ақуызы, белок араластырамыз осылай миксермен. 2 есе ұлғайған кезде 180 грамм шекерімізді 3-ге бөліп қосамыз. Бұл бізде дайындалып жатқан меренгі. Қантымыз ерігенге дейін араластырамыз меренгамыз. Міне осындай болып қата бастайды, сол кезде тоқтатамыз. Және үстінен грек жаңғағымызды салып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Біркелкі етіп. Және де осы массамызды біздің дайындап қойған формамызға саламыз. Естеріңізде болса, жарты қамырды азғантай алып қағамыз. Міне осылай тегістеп аламыз ішіне салмасын. Алып қаған қамырымызды пергаментке төсеп, өте жұқа қылып жайып, осы салмамыздың үстінен пирогымызды жабатын боламыз. Жабысады. Бірақ жабысса да өзіңізді ыңғайлы етіп, оны себелеп, сондай бетін жапшығастыр өзіңіз қалауларыңызбен. Енді кезекте 1 жұмыртқаның сарысы, сарыуыз, 2 қасық сүт қосып, бетіне жағатын осындай масса дайындаймыз. Біркелкі барлық жеріне тиетіндей етіп, осы сарыуызбен жапшамыз. Бұл бізде пирогымыздың жылтырауына көмек береді. Міне осындай біркелкі етіп жағып аламыз. Және де әрлеу өздеріңіз қолдарыңызда. Әрлесеңіздер де болады, әрлемей осы күйінде берсеңіздер де болады. Мен де грек жаңғағынан аздап алып қалдым бетіне сәндеу үшін. Міне осындай 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Піскен екен суытып, формасын шешіп, бетіне сахарный пудрасын сеуіп ұсынамыз.
ас болсын қыздар, сіздермен бірге болған Жайе кондитерлік орталығы. Жасап көріп пікір қалдырыңыздар.